Отбасы хрестоматиясы жобасы аясында жарық көрген Сейілбек Мырзабайдың балалықтан даналыққа кітабынан үзінді. Оқыған Айдана Алтайқызы. Интеллектуализм мен экзистенцияның жекпе-жегі. 2018 жылы мынандай оқиға болды. Қызылорда облысындағы мектеп психологтарына бала тәрбиесіндегі экзистенция анализі деген лекция өттім. Жиын соңында мектеп директоры оңаша айтар сөзім бар деп кабинетіне шақырып алды. Неден бастасам екен, жалғыз ұлым бар еді деп әңгімесін бастай алмай қыпылықтап тұр. Айта беріңіз, қысылмаңыз. Балам Алматыдағы IT университетіне түскен еді. Өте жақсы оқу орны. Сабақтың бәрі ағылшынша өтеді. Қарындасым сонда оқиды дедім, әңгімені өрбіту үшін. Биыл оқуын бітірді, бірақ Қызылордаға қайтқысы келмейді. Онда тұрған не бар? Мәселе онда емес. Алматыда қалсақ қала берсін. Қарсылығым жоқ. Биыл бакалаврды бітіреді, магистратурасын Америкада оқымақшы. Интернетпен емтихан тапсырып, оқуға түсіп алыпты. Жақында кетеді. Өз күшімен түсті ме? Әрине, ол жағынан балам білімді, интеллектісі күшті, потенциалы мықты, шет тіліне, математикаға, информатикаға жүйрік. Бәрекелді, ел көреді, жер көреді, таным көкжиегі кеңейеді, батыстың да білімін көріп қайтқаны жақсы емес пе? Дұрыс, барсын, оқысын, тоқысын, оған қарсы емеспін, уайымым басқада. Енді ашылып айта беріңіз. Балам үйге айына, жылына бір келеді. Ауылда той-томалақ, өлім-жітім дегендей бар. Қаза болса көңіл білдіріп, қуаныш болса құтты болсын айтып, ағайын туыстарды аралаймыз. Міне сондай кезде бір өліп, бір тірілемін. Неге? Мінезі өзгеріп кетті. Өлім-жітімді баламның қылығына ұялып, тіпті кірерге тесік таппай жер боламын. Мына жақтан туған туыс жоқтау айтып, аза тұтып жатады. Ал менің баламның ешкіммен шаруасы жоқ. Басында капюшон, құлағында наушник, екі қолы қалтада, сағызын шайнаңдап тұрғаны. Қайғыға ортақтасу, қуанышты бөлісу деген атымен жоқ. Ақымақ дейін десең ақымақ емес. Мектепті де, университетті де қызылға бітірді. Бірақ қылығы анау, кәдімгі меңіреу компьютер сияқты. Дүниенің білімін жинап алған, бірақ адам сияқты сиқы жоқ. Мен ғой білдей бір мектеп директорымын, ауданның құрметті азаматымын. Сөйте тұра ел-жұрттың алдында баламның қылығына ұялып жерге қараймын. Кейде ойлаймын деді де көңілі босап кетті. Тамағына өксік тығылып, жұтқыншағына қиналып жұтты да. Бір күні біз де қартайып, бойымыздан күш-қуат кетеді. Біреудің қамқорлығымен, күтіміне зәру боп қаламыз. Сол кезде кімнің қолына барып тұрамын? Мына бала өліп бара жатсам да аузыма су тамызбас. Қайратым сарқылғанда қарттар үйіне өткізіп жібереме деп қорқам деді. Директор апайдың екі көзі жасқа толып, сөмкесінен бет орамалын алды да бетін басып жылай берді. Мен жұбатуға тырыспадым. Себебі бұл жерде біз ескермейтін бір нәрсе бар еді. Құрметті ата-аналар, осы мәселенің келесі видеода толыққанды талқыланған нұсқасын жариялайтын боламын. Келесі екінші видеоға өтіңіздер.